Ұлымды бір көру арманым деп базынасын айтқан Абайдың жұбайы қандай шындықтың бетін ашты. Ол баласын әкесіне 4 жылдан бері көрсетпей жүргені рас па? Баламды көре алмай жүрмін, 4 жыл болды дейді. Өтірік айтады. Былтыр ғана ювенальный сотта кездескенбіз. Бір рет сотқа мас болып келді. Баланы алатын адам мас болып келе ме сотқа? За неуважение к суду его привлекли. Абай әйел баласына саусағымның ұшында тигізген емеспін дейді. Ал Менгүл мені ұрып соғып әбден қорлады деп отыр. Кімдікі ақиқат, ал кімдікі өтірік? Менде не кінә енді? Мен егер кінәм болса, мен сіздерге келем ба? Мен келмеймін ғой. Сот шешімі бойынша әкел құқығынан айырылған Абай Таникеев баласын қайтару үшін қандай қадамға бармақ, бірер уақыттан соң айтамыз. Төрт жылдан бері ұлына қолын жеткізе алмай жүрген Абай ағамызды ортаға шақырғым келеді. Абай аға, келіңіз. Маған сарқыт алып келе жатсыз ба, не қолыңыздағы? Жоқ, мен бір... Аяғыңыз қалай? Жоқ, аяғым... Мына біріншіден мына осы көрермендерге айтып кететін, мына кісі екі аяғын екі жаққа қойып отырады екен дейді екен. Маған мына олай мен бүйтіп отыра алмаймын ғой. Жоқ, маған мына ыңғайлы болып отыр. Аяғыңыздың ауырғанына байланысты. Байланысты. Соны енді мен соны айтып кетейін деп отырмын да біріншіден. Соны айтып кетейін. Дұрыс. Демек, Абай ағамыз неге талтайып отырады дегенді ескенсіз көргенсіз қой дейсіз ғой. Иә, ыңғайлы болып отыр енді. Жақсы, дұрыс. Қыз баласы аяғын жинап отырсын, ал біздер дұрыстап отырайық дейсіз ғой. Мынау алып келгеніңіз? Жоқ, мына жерде мен сізге қазір мынаны алып келдім, Тахир мырза. Мына жерде жұмыс жағынан характеристика болған менде. Ана сот болған кезде осыларды көрді ма, көрмеді, мен білмедім енді. Мына жұмыс жағынан характеристика, психо, неврология, диспансерден, наркология, тубдиспансер, соның бәрінден менен соның жаңа жұмыстан алып келдім. Жұмыс істеген жерімден берген жаңа. Соңғы больницадан өткенім бар, нелерім бар, бәрі медкомиссия. Мынандай нелер бар бәрі. Мынандай бәрі жинап қойғанмын. Жұбайыңыздың айтқанына енді өткенде айтты ғой, сіз жайлы жаңада естіп отырмыз. Соған дәлел ретінде алып келіп отырсыз ғой. Оған емес, мен оған дәлел емес. Просто елдер халық қалай ойлайды деймін да енді. Енді мен Тахир мырза бір сөз айтып кетсем болады ма? Айтыңыз. Мен осы жерге келгелі, сіздердің бағдарламаңызға келгелі бері. Менің ой санам бір неге өзгерді. Көп адамдарды көріп жатырмын. Қай жағына өзгерді? Жақсы жағынан өзгерді. Мен осы жерде бір кішкене ашулыққа салынып кетіп едім. Оған тағы да былай қарадым, болмайды екен. Онген жаңағындай енді ер азаматпыз ғой. Кішкене бәріне сабырлық болса деймін де. Бәлкім мен де жолдасым түсінеді шығар деймін де енді. Мен оны ұрғанда жоқпын, соққанда жоқпын, пышақтан еткен жоқпын. Оның ондай сөздер айтыла береді екен. Мен соған беріліп кеттім да. Эмоцияға беріліп кеттіңіз? Иә, эмоция, ашулыққа. Қазір? Жоқ, қазір, нетпеймін да. Ал енді ол баламды мен... Ақырындап сабырға келдім дейсіз? Сабырға келдім. Аға, қазір осы тұста Менгүл айтып еді, ұлымыз, баламыз ДЦП дертіне шалдықты, туылған кезде солай туылды деді. Есіңізде ғой, мен сізге айтқам алдыңғы бағдарламамызда. Қазір сол жайлы бір бейнематериал бар, соны көрсек. Қызылбас киімдегі? Қызылбас киімдегі менің балам. Сіздің балаңыз? Жүгіріп ойнап жүр? Жүгіріп ойнап жүр. Сөйлеп жүр балалармен кәдімгідей. Менің білуімше, ДЦП дертіне шалдыққан балалар, олар көбінде жүре алмайды, қолдары істемей қалады. Былайша айтқанда өте қиын, жүруі, сөйлеуі, қимылдауы. Мен енді көрген ДЦП-мен ауыратын балалардың видеоларында, суреттерінде өзім көрген, былай тірдей былай өзімді көргем. Бірақ ДЦП деген ауру мен үшін ол өте қиын. Ал қазір біз көріп отырмыз, бала кәдімгі жүгіріп, сөйлеп, сап-сау бала. Сап-сау бала. Бірақ жұбайыңыз менің ұлым емес деп отыр. Біз ол кісіден сұрадық. Осы видеодағы, сіз өзіңіз көрдіңіз ғой,
видеодағы менің ұлым емес деп отыр. Қызыл кепкеде жүрген баланы. Оны білмедім онда. Бірақ бұл сіздің жұбайыңыз, Менгүл екеуіңіздің балаларыңыз ғой, сіз айтып отырғаныңыз. Мен несін көрмедім ғой. Бұл неге барған кезде мен баламның ойнайтын жерін білемін. Ойнайтын жерін. Сол жол іздедім мен баламды. Содан сіздер не қылып жүрсіздер деп бір келіншек маған айтты. Мен айттым, баламды іздеп жүр едім, Айтөремді дедім. Ой, Айтөреңіз менің немереммен бірге ойнайды деді. Мен кеше түсіріп алған суретім бар еді деді. Міне мына видео. Бұл видеоны кім түсірді? Сіз түсірдіңіз ба, кім түсірді? Жоқ, бір келіншек, танымаймын да. Міне мынау осы мына Айтөре деді. Айтөре деді мынау. А мен Айтөрені көрмегеніме... Қазір сіздің енеңіз бізге байланысқа шығып отыр. Есімі кім еді? Сара. Сара ханым, сәлеметсіз ба? Үзіліп кетті, өкінішке орай. Қазалдағы уақытта хабарласар. Сізге бейтаныс біреу осы видеоны жіберді, жаңа біз көрген. Айтөре, сіз өзіңіз көрген кезде таныдыңыз ғой, балаңыз ғой негізі? Жоқ, енді шапкіде. Мен енді баламды 4 жыл көрмедім ғой енді. Шапкіде. Ана шашы ұзын енді үйтіп мен кішкентай кезінде жібергенбіз. Кішкентай кезінде шашысын? Ана Айдар шаш. Ана Костя Джу сияқты болған. Иә. Сондай жібергенбіз. Содан біз айтты, ойбай, нетпейік қояйық деп. Ол кісінің нөмірі бар ма негізі? Осы видеоны жіберген кісінің нөмірі бар ма? Осы сіздің Айтөреңіз деп жіберген? WhatsApp-тан жіберген ғой, иә? WhatsApp-тан жіберген. Қазір енді бағдарламамыздың тәртібі бойынша студияда телефонын ұстап отыру рұқсат жоқ. Нөмірді алармыз алдағы уақытта. Жарнама барысында ол кісімен хабарласып көреміз. Ал демек, бірақ жүрегіңіз сезеді ғой? Сезбеген. Жоқ. Мынаған сенбей қалдым мен. Мен балам бой кішірек болатын. По-любому бой кішірек болатын деп өзім неткемін. Арада бір қанша уақыт өтті, өсіп қалды деп? Өсіп қалды ғой енді, өсіп қалды. Енді ол кезде топ-толық, кішкентай болған. Оған алдындағы көрсеткен суреттерді. Ал енді кішкене өскенде енді арықтады ма деп өзімде нетіп қалдым мен. Екі ойлы болып қалдым енді. Енді анандай шашты мен енді ойламадым енді. Жанна, не айтқыңыз келіп отыр? Мінезіңізді мойындағаныңыздың өзі бір ерлік қой. Мына бала сіздікі емес негізі ше. Сіз жайлап баланы бауырыңызға басып, әйеліңізбен ерекіспей, өзіңіз құшағыңызға қауышсаңыз деп мен сізге ше жақсылық сөздерін айтқым келеді. Бірақ жеткізе алмай тұрмын, ар жағын ше. Рахмет. Қазір абайға, қазір балаңыздың жасы 6 жарымда. 6 жарымда. Бірақ мынау жүгіріп жүрген бала 6 жарым жастағы балаға келеді ма? Қалай ойлайсыздар? Ұқсамайды, ол кісінің баласына вообще ұқсамайды. Сіздің балаңызға в общем ұқсамайды. Сіз қайдан білесіз? Баласының суретін көрген жоқсыз ғой? Неден сурет көрді? Жақсы. Ержан, не айтпақшысың? Аға, алдын келгенде әжем өзі күмәндан дұрыс па? Бұл негізі біздің баламыз емес ау. Әйтпесе ол сізден солай ойда болды бұл жерде. Егерде сіз мұнаны көрген жоқ. Жоқ, қазірше сіз бірінші ДНК-стеңіз де шынымен де болмай шықса қиын ғой жағдайыңыз. Бұл жерде құр жүрген болып қаласыз. Даже жаңағы алиментінде бөтен біреуге төлеп жүрген адам боласыз. Бойдағы әйелдер көп қой, үйленіп тудырсаңыз, не қыласыз бұл жерде жүріп? Шынымен ғой? Жоқ, болмайды. Ержан, сен Абайға айтып отырсың, ДНК жасатыңыз деп, сен өзіңе тоқталайықшы. Шымкентке бардың, ДНК істеткен жоқсың, қызыңды құшақтап көре алған жоқсың. Абай ағамыз... Құдай қаласа мен адвокатыммен сөйлестім, жақында болайын деп жатыр, сотымыз болады. Құдай қаласа дейік, күн белгілеп жатыр екен, жақында болады, бірақ енді түрі құсап тұр деп айтып жатыр, мен де ДНК істеткім келіп отыр. Аға, сіз деген мынандай алимент төлеп, жаңағы көмектесіп, мамаңыз келіп, немеремізді көрейік деп жатырмыз. Біз мына жақта жаңағы айтып отырмыз, ішкен адамның баласын туысқандармен араластырмыз, бізді білмеймін, танымаймын деп, мен сізге ризамын.
Рахмет. Қызғалдаққа беріңіз. Сізді қатты Ержан, қолдаймын. Ержан сен қуасың ба? Микрофон Өйткені сөйлемейміз. Мұнда әже апа келген кезде апа айтқан жоқ, мен немерем емес ау деген жоқ. Бұл жерде бір жоқ. Ержан, жатсай- ондай болған жоқ. Ержан, ондай болған жоқ. Иә, айтты ғой, бұл жерде бір күмән бар деді, тек Отыр. қана. Бірақ ол Ержан, шуламайық. Күмәнда бар жоқ, деді. күмәнда деген жоқ, Жоқ, сыр деді. Бір сыр бар, Иә, мен сыр білмеймін бар деді. деді ғой енді. Именно айтқан жоқ қой, менің немерем емес ау деп. Сен Жоқ, например, жоқ, сен ақ сөзден сөз шығарып отырсың. Аспаннан жұлып алмасай сен олай. Жанна, Мен айтар едім, атын ұмытып Абай. қалдым. Абай аға, сіз өте жақсы кісі екенсіз. Мен сізбен күмәнданушы едім. Алиментіңізді төлеп жатсыз, балаңызды мойындап жатсыз. Сіз сияқты еркектер көбейе берсін, жігіттер. Сіз әлде болса балаңызды алып қауышыңыз. Мен бағана отырдым да Елеманды көрдім, Елеманды. Жылаған. Сонда мен өзім ойладым. Менің балам да өсіп жүр ғой, міне енді. Тірі жетім, мен әкесі бар міне. Әкесі бар. Сөйтіп жылатқым кемесін деп мен келген де бағдарлама мақсатым сол еді. Иә. Сонда жаңа енді ойладым енді. Енді мамасында кішкене жүрегі жібейді шығар деп енді. Енді жарайды мен тартып алам деп жатқан жоқпын. Ештеңе де керек жоқ. Әлтөр айына бір Алматыға келіп қалған кезде бір келіп, бір құшақтап. Жаңағы машинамен екеуміз барып, бір жерге барып тамақ ішіп, екеуміз ойнатып қайтсам ба. Сол болды, маған киімін алып беріп, болмаса сол, иә. маған басқа ештеңе керек жоқ. жақсы, Мөлдір. Жаңа айтатқанда вообще 4 жыл болды көрмегелі дейді. Алдыңғы апа келген кезде айтты да мына жерде. Немеремді бар базарға апарып біз барып киіндіріп сөйтіп жүрдік, бірақ шешесі жетектеп жүрді дейді. Үйіне тұра тұрыңыз, аға айта алайын, иә. Үйіне барған кезде де, үйіне де барып жүрген кезде де киім подаркаларын апарған кезде шешесінің етегінде тұрып бізді не қылмайды. Сонда мамаңыз көріпті, сонда сіз көзіңізді жұмып тұрдыңыз ба? Сонда барып еріп жүрдіңіз ғой? Түсінбедік соны. Осыған бір жауап берейінші. Беріңіз, жауап беріңіз. Мен әкем марқұм бүйтіп айтқан. Әйелді тыңдау керек деді. 99%. Но 1% өзің алып қаш деп. Сонда енді мен мұны әйелдермен салғыласпаймын да, особенно Мөлдірмен де. Дұрыс деймін, нетемін де өзімдікін істей беретін болдым. Болды міне. Әйелді тыңда, бірақ шешімді өзің қабылда дейді. Сондай тұжырымға келдім. Бақтықүл, не айтасыз? Аға, Абай аға, әйел қашанда нәзік жанды ғой. Бірақ мен мына жерде сіздің бейнелеп берген әйел, ол бір не әйел сияқты, бір қатыгез, баласын әкесіне көрсетпей жүрген, өтірікші, бүкіл енді сондай әйел қылып көрсеттіңіз. Ал өткенде звондаған әйел, оның даусында бір діріл бар, білесіз бе? Ол сізге айтты, мен Абайды көрсем, қол аяғым дірілдейді деді. Ол бекерден бекер емес. Бұл жерде үлкен сіз одан да маскаңызды шешіп, шындықты айтыңыз. Тоқтай тұрыңыз, мен сізге айтайын, тоқтай тұрыңыз. Жауап тыңдайық. Мен айтайын. Енді мен қайдамын, о қайда. Ол телефонның артында, ар жағында. Мен өрде барып пышақ тығып, жыла деп тұрған жоқпын ғой мен ол. Ол өмір бақи жылап келе жатыр. Ол әйелді сіз, ол әйелмен тұрған сіз ғой, біз ол жерде болған жоқпыз. Сіз әйелге қандай зәбір көрсеткеніңізді бір Құдай біледі. Демек әйел сіздің телефоннан даусыңызды көріп ақ дірілдей алады. Сіз ол әйелді өйтіп нетпей ақ қойыңыз. Бақытгүл ханым, мен сізге айтайын. Мен қазір ғана айтып кеттім. Сіздерді мен не етіп жеңамайын мен. Сіз әдемі болып отырсыз. Ол маска, жоқ, жаңа сіз айтып отырсыз, маска деп. Жоқ. Ержан вообще жапшы. Жоқ, ол маскым қалай бар, солай бар. Жоқ, Абай аға, сіз мына жерде шын айтамын, әдемі болып отырсыз. Керемет әке болып отырсыз. Тек әйеліңіз ғана жаман болып отыр ғой. Қойсаңызшы ондай нені. Жоқ, екі жақтан болады. Әйел егер жаман болмаса, сізге баланы көрсетеді. Екі жақтан да болады. Былай ғой, негізі өмірдің өзі сахнада, өмірдің өзі сахна. Кімнің актер екенін, кімнің маска киіп жүргенін білмейсің. Мүмкін біз енді оқымаған дипломсыз актерлармыз барлығымыз. Мен білмеймін қазір сіздің айтуыңызға қарап, мен Абай ағамды актер деп айта алмаймын, маска киген, және телефонның тұтқаның ар жағында отырған Абай ағаның бұрынғы жары, ол актриса екен деп оны айта алмаймын. Оны әрине уақыт көрсетеді. Егер расында да бір шикілік болатын болса, ол міндетті түрде шығады. Қызғалдақ, айтшы сен, айтшы. Бұндағы
ғой бақыткүл ханым ше негізі ше Қысқа айтпасаң уақытымыз тығыз. жаңағы абай ағаның қатыгез ойбай деп жатыр ғой мен дейтін сырттап ойнаймын да абай ағамен ше сол кезде маған дейтін егер қатал болып жаман адам болып жатса қыз мен сенің дейтін туғаның емеспін жездең емеспін бір жерің қыса ғой дейтін еді ғой сіздер білмейсіздер ма өйтіп айтпай ақ қойыңыздаршы қойшы айналайын ол әйеліне еркек ол әйеліне басқаша істейді сізге де ешкім айтпайды сен дейтін сізге де айтып жатыр ғой сізге де айтып жатыр ғой байыңды өзің жіберіп қандай еркек бар рахмет ортасында болған құрметті көрермендер, мөлдірді іздеп жүрген кім? Ертең 31-ші арнада 14:30-да кел татуласақ бағдарламасына жолығамыз. Қашанда жақсылармен тату болған сіздермен бірге мен Тахир Сұлтан. Тату өмір сүрейік. Сау болыңыздар.